баланың зарын тартқанмен кемелдігі кеңдікпен астасып, кенен зарға күткен екі ұлының кенжесін жалғызынан айырылған қайненесіне береді. Бұл Бақытжан Кенен ұлының әке туралы естелігінің кіріспесі. Әкемнің шынында Кенен екенін мен 14 жасында ғана білдім. Содан кейін барып, соның өзінде мен 80-нен асқанша әкемді ата деп келдім. Туған шешемді әпке деп келдім. 76 жылы бұл дүниеден салған кезде мен 30-дан сәл асқан жігітпін ғой. Басқа балаларды білмей маған хат дейді. Себебі бала Бақытжан жездесі деп таныстырған адамды әкесіндей сыйлады. Әкесі екенін білгенде қасиетін бойына сіңіріп, өсиетінен өмірлік азық жиып үлгеруге тырысты. Бір айтатын нәрсесі, ертең үлкен жігіт боласыңдар, үлкен елдің арасында қызмет істейсіңдер. Сонда мен пәленің баласы едім. Менің әкем осындай деп, әркімнің есігін қағып, бір-бірге жаңағы күш көрсетіп, ондай аулақ жүріңдер. Алла Тағаланың берген нәсібін өздерің маңлай терлеріңменен жеңдер. Сол сендерге құт болады дейтін. Ардақты әкенің осы бір өсиеті ойдан кетпей өмірлік ұстанымға айналғандай. Әйтпесе талай дөкейден танымы терең екенін іштей сезген жоқ емес. Кейде тым адал болғанда қиын. Мен өзім енді 75-ке келген ақсақалмын ғой. Бұлай. Осы мен кішкене бұлай, біреудің жігіне қосып, біреудің тобына қосылғанымда, бәлкім мүмкін бұдан да үлкен неге кетер ме едім, жүрегім өте жұмсақ. Мен ол жылап жіберсе, мен де жылап жібере аламын. Ондай адам басшы бола алмайды. Мен де өзі бірақ атақ бар деймін. Шалдың баласы. Шалдың баласы атадан озып тудым деуге ұмтылған жоқ. Мүмкін бала күндегі әкемен арадағы мына диалогтың санаға сонша сіңгендігі болар. Абай озып туйды. Мұхтар қайда? Күләші деп айтсатымыз. Мысалы, Кененнің өзі Әзірбайжаннан асып кеткен жоқ па деп, мысалы, атақ даңқ. Сонымен кейін әкемнен сұрағам. Сонда әкем бүйтіп айтты. Қарағым, әкеден озып тумайды. Мысалы, сол Абайды алсаңыз, Құнанбайдың ел билейтін, билік өнерін Абай онша біле бермейтін. Ал әкенің заманы дәуірі бөлек болады. Баланың дәуірі бөлек болады. Әкеден озып туймайды, баланың заманы озып туады дейді. Заманы озып туған перзенттің әкеден қалыс қалып жатқаны шамалы. Бақытжан Мырзаның да отандық эстрададағы 30-ға жуық әннің авторы екенін, әкесі туралы бірнеше кітап жазғанын, журналистер одағының белді мүшесі екенін, сенатта 14 жылға жуық қызмет атқарғанын біреу білсе, енді біреу біле бермейді. Оны білдіруге Бақытжан Мырзаның өзі де тырыспаған. Кенен ақынның арқаға артқан жүгі, ардың жүгі, астып тастпады да, жылатып жастпады да. Ең дүниедегі қиын нәрсе атақты адамның баласы бол. Кішкене бұлай еркелеп, бұлай еркелік көрсетіп, жаңағы енді жас кезде болады ғой, әнеки әкесінің әруағын көтере алмай жүр дейді. Бұлай қарай неғып енді бір шаруаның қайырып бір нелерді жасап атсаң, әнеки әкесінің арқасында бәрін жасап жатыр дейді. Бұл енді біздің өзіміз қазақта бар мінез. Ал енді сонда біз тік қана жүреміз, болды, басқа жол жоқ. 75 жасымда әкемнің 135 жылдығын көрдім. 90-ға келіп 150 жылдығын елмен бірге тойласам деп күлет Бақытжан Кененұлы. Аман болсам, ол күнді де шалдың баласы болып қарсалам дейді ақсақал.